Кивиді қабығымен жеп көргендер бар ма? Негізінде кивиді қабығымен жеуге болады екен. Баршаңызға сәлем берді. Киви туралы білмес бұрын алдыменен менің каналыма тіркеліп алыңыз. Себебі сіздің сапалы өмір сүруіңе қажетті ақпараттарды алдағы уақытта сіз бірінші біліп отырасыз. Кивидің қабығының құрамында антиоксиданттар өте мол. Ол асқазандағы зиянды бактериялардың көбеймеуін қадағалап отырады. Алайда кивидің қабығын жеу үшін алдыменен жақсылап жуу керектігін ұмытпаңыз. Сонымен қатар киви қабығы аса сезімтал, тілді ауыртып, уылтып жіберуі мүмкін. Дәрігерлер кивиді 5 жастан кіші балаларға бермеуге кеңес береді. Кивидің емдік қасиеті бар ма? Құрамында серотонин көп. Киви жемісінде серотониннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек-тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл-күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Киви көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын, көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді еркін, радикалды, зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды, сондықтан оны тек тағамнан ғана ала аламыз. Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Бет терісінің сымбаттылығын сақтау үшін де кивиді пайдаланып, маскалар жасауға болады. Сондай-ақ кивидің құрамында иммунитетті нығайтып, ағзаны жасартатын С дәрумені баршылық, тыныс алу үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині, ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылдаудан, жөтелден және демікпеден арылтады. Сонымен қатар кивидің құрамында қан ауруларын емдейтін темір молынан бар. Ересек адамдарға кивиді қан қысымын реттеуге және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. Мінекей, кивидің адам ағзасына өте пайдалы жеміс екенін білдік. Ақпараттар кәдеңізге жарасын, денсаулық бірінші байлық екенін ұмытпайық. Сондықтан да пайдалы тағамдар жеп, денсаулығымызды сақтайық. Сау болыңыздар.